Әлем халқының 99%-ы не біріктіреді? Мүмкін интернет шығар? Жоқ, әлем халқының шамамен 74%-ы ғана интернетке қол жеткізе алады. Бәлкім электр жарығы шығар? Жақын. Электр қуатын тұрақты пайдалана алатын адамдардың үлесі шамамен 92% ғана. Онда таза ауыз су ма? Тағы да жоқ. Қауіпсіз ауыз суға әлем халқының шамамен 74%-ы ғана қол жеткізе алады. Бұл тек адамдарға шектелмейді. Бұл жерде тұратын 99% тірі жанды біріктіреді. Біздің бәріміздің қанымыз уланған. 1929 жылы ақш-та үлкен проблема пайда болды. Ол кездегі қолданылатын тоңазытқыштардағы газ адамдарды улап, кейде тіпті өліміне алып келетін. Осы мәселені шешуге сол кезде DuPont компаниясында жұмыс істеген жас химик Рой Планкет кірісті. Бірақ 1938 жылы тәжірибе кезінде ол мүлде жаңа материал тапты – политетрафторэтилен. Кейін бүкіл әлем оны тефлон деген атаумен таныды. Тефлон температураға төзімді, химиялық заттармен реакцияға түспейді және беті өте сырғанақ. Ғалымдар бұл материалдың мүмкіндігі зор екенін бірден түсінді. Оны өндірісте де тұрмыста да кең қолданылатыны анық болды. Дегенімен сол кезде әлем басқа мәселеге дайындалып жатқан. Екінші дүниежүзілік соғыс. Әскери өндіріс бұрын сонды болмаған қарқынды дамыды. Жаңа технологияларға сұраныс күрт өсті. Осындай кезде тефлон тура келді. Соғыс жылдары тефлон ұшақтарға, танктерге, радио байланыс жүйелеріне және түрлі әскери жабдықтарда қолданылды. Оның химиялық тұрақтылығы соншалық, тіпті ақш-тың ядролық қару жасау бағдарламасында Манхэттен жобасында да пайдаланылды. Ғалымдар уранды байыту процесінде аса қауіпті химиялық заттармен жұмыс істегенде тефлонмен қапталған бөлшектерге сүйенді. Бірақ басты пайда тефлонға соғыс біткенде келді. 1950 жылы тефлонмен қапталған табалар ас үйге жол тапты. Тамақ күймейді, ыдыс жуу оңай. Бұл шаруаның шағын революциясына айналды. Миллиондаған отбасы жаңа технологияны қуана қабылдады. Бірақ тефлон тек ас үймен шектелмеді. Ол химия зауыттарын коррозиядан қорғады. Медицинада кейбір импланттар мен хирургиялық құрылғыларды жасауға қолданылды. Авиация саласында ұшақтардың бөлшектерін қорғады. Кейін NASA инженерлері де оған назар аударды. Тефлон ғарышта пайдаланылды. 1980 жылы тефлон Нью-Йорктегі азаттық мүсінін қалпына келтіру жұмысына қатысты. Көп ұзамай бұл технология күнделікті өмірдің барлық жеріне кіре бастады. Жаңбыр өткізбейтін киімдер, кілемдер, дивандар, тағам орындары, электр кабельдері, компьютер бөлшектері, автомобиль және мыңдаған басқа өнімдерде осы химиялық технология қолданылды. DuPont компаниясы бұл материалды болашақтың технологиясы ретінде жарнамалады. Тефлон қолданылатын өнімдерді сатып жылына $1 миллиард пайдаға жетті. 1990 жылы ақш-тың батыс Вирджиния штатындағы фермер Эрл Теннет күтпеген жағдайды тіркеді. Ол өз шаруашылығындағы қойлардың ерекше түрде ауырып, әлсіреп жатқанын байқады. Бұл оқиғаны видеоға түсіріп алды. Фермердің назарын аударған басты нәрсе су. Сол аймақтағы су бетінде ерекше ақ көбік шықты. Бұл табиғи құбылысқа ұқсамайтын. Малдар сол суды ішкеннен кейін бірден өліп қалып жатқан. Бірақ ештеңе дәлелдеу мүмкін болмады. Себебі заң бойынша DuPont компаниясы ештеңені бұзбады, ал тефлонның өзі ешкімді улай алмайды. Себебі ол өте тұрақты полимер, ештеңкемен реакция жасамайды. Басқа бірдеме пайда болғаны анық, және бұл С8. Егер өте қысқа айтатын болсақ, С8 немесе перфторактан қышқылы тефлон өндірісінде қолданылады. Себебі тефлонды тікелей тұрақты және тиімді жолмен полимерлеу күрделі процесс. Мынау көміртек, ал мынау фтор. Екеу бір-бірімен қосылғанда мынау пайда болады. Тефлон және қуат шығады. Егер аз жасайтын болсақ, бәрі оңай. Алайда, егер процесс үлкен болса, көміртек бір-бірімен қосылып, ұзын тізбек орналасқанда көп энергия бөлінеді. Осы жерде бізге С8 көмекке келеді. Оңай сөзбен айтқанда, судың ішіне С8-ді және тефлонды қосады, керек затқа жағады. Ал дайын болғанда С8 және су буланып кетіп қалады, тефлон керек затқа жағылады. Теория жүзінде бәрі жақсы, бірақ іс жүзінде жағдай мүлде басқа болып шықты.
С8 немесе перфторактан қышқылы тефлон сияқты өте тұрақты. Ол табиғатта өте баяу ыдырайды және қоршаған ортада ғасырлар бойы сақталады. Бірақ тефлон мен С8 арасында маңызды айырмашылық бар. Тефлон үлкен әрі тұрақты полимер. Адам ағзасына түскенде тез шығып кетеді. Ал С8 мүлде басқа жағдай. Ол суға оңай араласып, қанға оңай өтеді және ағза ішінде тарала бастайды. Ең сорақысы, ол ағзадан тез шықпайды. Адам денесінде өмір бойы сақталады. Бірақ ол қалай адамның денесіне кірді? Ең алдымен су. Химиялық зауыттардан шыққан қалдықтар өзендер мен жер асты суына түсіп кетті. Сол суды ішкен адамдар байқамай С8-ді күн сайын қабылдап отырды. Екінші жол – ауа. Өндіріс кезінде бөлінген химиялық бөлшектер атмосфераға көтеріледі. Кейін олар жаңбырмен бірге жерге қайта түседі. Үшінші жол – азық. Ластанған суды ішкен жануарлар немесе сол ластанған сумен суғарылған басқа да өнімдер адам жегенде адамның денесіне түседі. Нәтижесінде адамдар С8-ді қайта қабылдап отырады. Ғылымдар адамдардың қанын тексере бастағанда күтпеген нәтиже алды. С8 тек зауытта жұмыс істейтін адамдарда ғана немесе сол зауыттың қасында тұратын адамдардың қанында табылған жоқ. Ол бүкіл әлемде табылды. Кейін зерттеу жүргізгенде ол әлемнің бүкіл тірі жандардың қанында бар екені анықталды. Бұл енді түгел ғаламшарлық мәселеге айналды. 1999 жылы мына видеоны түсірген Эрл Теннет өзінде жиналған құжаттар мен жазбаларды таныс заңгер Роберт Биллотқа көрсетті. Алғашында бұл қарапайым фермердің шағымы сияқты көрінді. Бірақ құжаттарды зерттей бастаған сайын Биллоттың алдында әлде қайда үлкен оқиғаның беті ашыла бастады. Көп ұзамай Роберт Дюпонға қарсы сотқа жүгінді. Компания айыптарды мойындамады және ферма аумағында тәуелсіз тексеру жүргізілетінін хабарлады. Тексеру аяқталғаннан соң жарияланған есепте барлық жауапкершілік фермерлердің өзіне жүктелді. Сарапшылардың пікірінше мәселе дұрыс күтім жасалмағаннан, азықтың кемшіліктерден және шаруашылықтағы санитарлық жағдайдан туындады. Алайда Биллот бұл қорытындыға сенбеді. Ол құжаттарды қайта қарап, маңызды деректер назардан тыс қалғанын анықтады. Тергеу барысында ферма маңындағы аумақта мыңдаған тонна перфторактан қышқылы қалдықтары көмілген полигон бар екенін тапты. Бұл заттар жер асты суларға жетіп, кейін мал мен адамдарға әсер етуі мүмкін деген күдік күшейді. Осы дәлелдер соттағы жағдайды түбегейлі өзгертті. Фермер алғашқы маңызды жеңіске қол жеткізді. Бірақ бұл тек бастамасы болды. Өйткені Дюпон әлемдегі ең ірі химиялық компания болған. Оның қолында мол қаржы, ықпалды мамандар және үлкен заңгерлер тобы бар болған. 2001 жылы Биллот күресті жаңа деңгейге шығарды. Ол Батыс Вирджиния мен Огайо штаттарындағы 70 мың тұрғындардың атынан ұжымдық талап арыз берді. Бірнеше жылға созылған сот процесінен кейін компания келісім жасауға мәжбүр болды. Ол $100 миллион көлемінде өтемақы төледі. Су тазарту жүйелерін орнатуды қаржылады және ең бастысы, мәселені зерттеуін тәуелсіз ғылыми компанияның құрылуына келісті. Ғылымдар бірнеше жыл бойы мыңдаған адамның медициналық деректерін зерттеді. Соңғы қорытынды жариялаған кезде нәтиже күтпеген қатты әсер етті. Комиссия перфторактан қышқылы және адамдардың ауруымен тікелей байланысы бар екенін айтты. Аурулардың ішінде бүйрек обыры, аталық без обыры, қалқанша без аурулары, холестерин көтерілуі және тағыда мыңдаған аурулар. Осы шешімнен кейін соттарға жаңа талаптар ағылды. Мыңдаған тұрғын компаниядан келесі жылдары бірнеше іс қаралып, олардың көпшілігінде компания жеңіліс тапты. Ақыры Дюпон ұзаққа созылған дауды тағы да келісім арқылы аяқтауға тырысты. Компания жүздеген істерді жабу үшін $753 миллион ақша төледі.
Бұл оқиғада ең қайғылысы DuPont компаниясы бәрін ең басынан білді. 1961 жылы компания ішінде жүргізілген зерттеулерде С8-дің әсері жануарларға тексерілді. Тәжірибе барысында тышқандарға әр түрлі мөлшерде бұл химиялық зат берілді. Нәтижесінде төмен дозалардың өзінде ағзаға айқын әсері байқалды. Дене салмағына шыққанда шамамен 1,5 миллиграмм мөлшері әсер бүйрек пен бауыр ұлғаюына және олардың қалыпты жұмыс істеуіне кері ықпал ету мүмкін екені тіркелді. Бұл өзгеріс ағзаның химиялық заттарға қатты реакция беретінін көрсетті, бірақ ол ақпарат ешқайда шықпады. Өндіріс жалғаса берді, себебі С8 тефлон өндірісінің маңызды бөлігі болды және технологиялық процесті тұрақты ұстап тұруға көмектесті. С8 болмаса компания тефлон жасау үшін басқа тәсіл қолдану керек болды, ал ол өте қымбат. Бірақ DuPont компаниясы 60 жыл бұрын жылына $1 миллиард таза пайда көретін. Сәл ақша құртса, банкрот болып кетпейтін еді. Осылайша бір компания бүкіл әлемді тек өз пайдасы үшін улап, ешкім сол үшін жауап бермеді.